Баршаларыңызға қайырлы күн, сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасағаннан өте биік болып шығатын, ортасы толықтай пісетін және де оп-оңай жасалынатын пирогтың рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, рецепті сақтап алыңыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқа және де шекерімізді салып, миксердің жай жылдамдығымен жақсылап, біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Біздің осы массамыз жақсы араласқаннан соң бөлме температурасында тұрған сүт қосамыз және де сұйық май қосамыз. Барлық құрамының грамдарын видеоның астына, яғни описание бөліміне қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Сұйық май қосып болғаннан соң тағы да миксердің орташа жылдамдығымен біркелкі етіп жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте електен өткізілген ұн саламыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермей, алдымен осылай жартысын саламыз. Ұнның үстіне 1,5 шай қасық қамыр қопсытқыш саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Барынша ұнды бірнеше бөлікке бөліп салыңыздар. Сол кезде біздің пирогымыз әдемі болып көтеріледі және де ортасы толықтай піседі. Ендігі кезекте жаңағы қалған ұнымызды саламыз. Барлығын салып жіберіп, тағы да миксердің орташа жылдамдығымен жақсылап біркелкі масса етіп араластырып аламыз. Біздің массамыз дайын болғаннан соң арнайы формаға құйып, алдын ала қызып тұрған печкеде 180-175 градуста шамамен 45-50 минут аралығында пісіреміз. Біздің массамыз осы видеодағыдай қоюлықта болуы қажет. Және де форманың ішін сұйық маймен майлап жіберуді ұмытпаңыздар. Печканы міндетті түрде алдын ала жақсылап қыздырып дайындап қойыңыздар. Және де піскеннен соң бірден формадан шығармай бөлме температурасында 30 минутта суытып аламыз. Пісіп болғаннан соң бетіне қант ұнтағын себеміз. Қант ұнтағы болмаса негізі бұл маңызды емес. Қазір сіздерге пирогты кесіп көрсететін боламын. Өте дәмді және де жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге, сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Егер видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, видео сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып, астына өз пікіріңізді жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған әсел, баршаларыңызға рахмет достар.